Сен не деп тұрсың, субханалла? Музыкант, блогер, кейбір деректерде Салафит Рүстем Жүгінісов Ақтөбедегі мешітте ер адамның қызға тиіскен оқиғасына қатысты айтқан пікір үшін көпшіліктен кешірім сұрады. Бұған дейін ол зардап шеккен қызды өзі себеп болды. Намазын үйінде оқуы керек еді деп айыптаған болатын. Бұл сөзі қоғамда үлкен резонанс тудырып, Баян Алагөзова мен өзге де танымал тұлғалар полициядан нақты әрекет талап етті. Кейін Рүстем өз сөзінің орынсыз болғанын мойындап, оқиғада толығымен ер адам кінәлі екенін айтты. Мен әйелдердің қауіпсіздігі үшін алаңдап, ойын дұрыс жеткізе алмадым. Біз зайырлы елде тұрамыз. Өз көзқарасымды ешкімге тықпалағым келген жоқ, деді ол. Сондай-ақ ол қыз тәрбиелеп отырған әке ретінде әйелдердің құқығы мен қауіпсіздігін қолдайтынын атап өтті. Сонымен қатар інісі Мираш Жүгінісов туған бауыры жасаудан бас тартқан дүниені өзі жасады. Көпшіліктен кешірім сұрады. Әйелдерді кемсітетін әрі халықтың наразылығын тудырған Рүстем Жүгінісовтың айтқандарына байланысты ашық түрде кешірім сұрады. Мен отбасы мүшелерінің әрқайсысын құрметтеймін, бірақ олардың жеке көзқарасы менікімен үнемі сәйкес келе бермейді. Осы себепті арада келіспеушіліктер де туындайды. Бұл жайлы ашық айтуыма тура келеді деп ойламаппын. Не жайында айтып тұрғанымды түсінесіздер деп үміттенем. Әйел затының бұл өмірдегі орны мен үшін ерекше маңызды. Сондықтан осы жағдайға байланысты көңілі қалған барлық жаннан шын жүректен кешірім сұраймын, деді Мирас. Бұл сирек кездесетін жағдай. Әдетте танымалдар жақынын ақтап алуға тырысса, Мирас нақты ұстанымын білдіріп, бұл менікі емес, әрі мен ұяламын деп ашық айтты. Мәшә Аллах деген сөздерді кішкене дұрыс қолданбайтын сияқты. Қазір мен сіздерге мысал ретінде көрсетем. Сен не деп тұрсың, субханалла? Сен не дейтін, аузубилля? Қалай естіліп тұр мысал үшін сіздерге? Маған өте жағымсыз және дөрекі естіліп тұр. Мысал үшін сырт көзден мен бір енді намазға енді келейін деп жатқан бір адам болсын, немесе бір басқа дін өкілі болсын, осыны естісе, мынау бір боқтап тұр деп ойлап қалуы мүмкін, иә? Бұл сөздер сіздер ұмытпаңыздар, зікір екен. Аллахты еске алып жатсыздар. Субханалла деген Аллах кемшілік атаулыдан пәк. Аузу биллах деген мен Аллахтың қорғауына жүгінемін. Мәшә Аллах. Мына екі жігіт деген, екі бала дейші. Боқтап жатыр да, бір сөйтіп мені көріп қойды. Құл ху Аллаху ахад Аллаху самад дейді. Астағфирулла.